Қияметтің белгілері, қиямет өте жақын. Мынау Құранда айтады, иқтараба саат ва шаққал қамар дейді. Садақаллаху лазим. Алла тағала айтады, қиямет жақындаған кезде ай екіге бөлінеді деді. Ай не істейді? Иқтараба деген сөз өте жақын сәтті қолданып отыр аятта. Қиямет өте жақындаған кезде ай екіге бөлінеді деді. Сол айдың екіге бөлгеніне қазір 14 ғасыр болды. Бұл пайғамбар алейхиссалам заманында болды. Мекке мүшриктері пайғамбарымызды ортаға алып, пайғамбар болсаң бізге мұғжиза көрсет деді. Мұғжиза деген адамдар әдетте істей алмайтын амалдар. Кейін Расул айтты, мен де Алланың жаратқан пендесім деді. Мен де істей алмайын деді. Оны істейтін Алла деді. Мен Аллаға дұға етіп жалбарынам деді. Оны Алла орындайды деді. Не сендерге мұғжиза көрсетейін деді. Түнгі уақыт еді дейді. Сол кезде жаңа Мекке мүшриктерінің басшылары бір-біріне қарап ойланып тұрды, аспанға қарап толған ай, Бәдір айы дейді. Сол толған Бәдір айына қарады да, мынаны бізге екіге бөліп көрсетші деді. Егер шын пайғамбар болсаң. Сөйтіп пайғамбар алейхиссалам Аллаға дұға етті да, айды екіге бөліп екі жақ қойып қойды былайынан. Кәдімгі ай екіге бөлініп, екі жақта тұрды осылайынан. Біреу мына жақта, біреу мына жақта. Бірнеше уақыт тұрды осылай. Кейін Расул қайтадан екеуін қосып қойды. Енді иманға келіңдер. Айттыңдар ғой деді. Олар айтқан еді, егер мұғжиза көрсетсең, біз саған иманға келеміз, сенеміз саған деп айтқан еді. Сөйтіп олар тұрды да, біздің көзімізді сен гипнозладың ба, сиқырладың ба, біз қоя тұрайық деді. Біз жақын арада керуендеріміз келеді деді. Шамнан келе жатқан керуен бар деді. Олардан сұрайық деді. Олар да көрген болса осы жағдайды, одан кейін иманға келеміз деп кейінге қалдырды. Расул жарайды, сұраңдар деді. Сөйтіп бірнеше айдан кейін жаңа керуендер келді, сол айтқан керуендері сырттан. Оларға айтпады, жай сұрады. Осыдан осындай ай алдын шамамен түнгі уақытта бір нәрсе байқамадыңдар ма деп осындай тонмен сұрады да. Жаңағы керуеннен келген жаңағы Құрайыштар жамырап сөйледі бәрі. Біз керемет нәрсе көрдік деді. Не көрдіңдер? Түнде осы шай ішіп әңгімелесіп отырғанбыз, от жағып дейді далада. Көз алдымызда тұрған ай қақ ортасынан екіге бөлінді де екі жаққа тұрып қалды дейді былайынан. Осылай тұрды дейді. Мынаған бір қараймыз, мынаған бір қараймыз. Не нәрсе мынау? Бір уақыттан кейін қайтадан екіге қосылды деді. Сөйтіп жаңағы иманға келейін деп тұрған Құрайыштың біразын басында жүрген анау басшысымақтары қайтадан сөзді бұрып жіберді. Мұхаммедтің деді саллаллаху алейхи вассаламның сиқыры бізге ғана ма десек, әлемге жүреді екен ғой, тараңдар деп таратып жіберген да. Оны сиқыр деп айтты олар. Сиқыр. Сол болған оқиға қанша уақыт болды қазір? Қанша уақыт болды? 14 ғасыр болды. Ал аят қалай басталды? Иқтараба саат ва шаққал қамар. Қиямет жақындаған кезде ай екіге бөлінеді, байқаңдар. Сол оқиға болып қойды бауырлар. Бұл деген сөз біз қияметтің үмбетіміз біздер негізінде. Міне өте жақын сәттің алдында тұрмыз да бәріміз. Құдайдан қорқайық. Алланың берген нығметтерін жаңағыдай бізді озат қылып қойды ма Алла? Енді озаттығымыздан түспейік енді. Алланың берген мүмкіншіліктерін дұрыс пайдаланайық. Және айтамын, не деп жатыр? Тамақ жеу үшін саған қол бердім дейді. Ғалымдар айтады, мына мұрынды егер мына жаққа жаратқанда дейді, басқа жақта тұрғанда, анау иістеніп кеткен помидор жеп, бәріміз қырылатын еді, отравление болып дейді. Мына мұрын тек қана демалу үшін емес дейді. Бұл санитарлық жұмыс істеп тұр дейді. Сіз кейде асығыссыз ғой бәріміз. Анан алып келіп нерге келген кезде иіс белгі береді мынау. Мынау иістеніп кеткен, жеме деп. Ойбайлай лақтыра саласың. Егер мұрын мына жақта болғанда, мына жаққа иіс кетіп жеуге кейде бізде уақыт жоқ көпшілігімізде. Бір істесек екі мәрте істемейміз ол нәрсені. Қойшы деп жейді. Мұрын мына жақта да, бірақ ол. Анан бүйтіп тексеретін мына жақта тұр ол. Или артында орналасқанда біреуге апарып ана иіс кетті деп. Одан кейін қайтадан қолыма бер, жеймін. Сондай болса қалай болады деді. Түсінесіз ба? Субханалла. Бұл Алланың құдіреті. Бауырлар, Алла Тағала бізді жаңа وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا деп жатқан аяты бүткіл жаратылыстың ішінде сендерді озат қылып жаратқам, жаңа айтқан ең соңғы үлгіде жаратқам сендерді деп жатыр. Бүткіл
жетістік, бүткіл технология, ғылым, мәдениет бәрі сенің бойыңда тұр сенде дейді. Толық ең жарат берген дейді. Аят осымен тамам. Демек, адамның Алла субхана ва тағала сондай нығметті адамды бізге анықтап берді. Біздің қандай нығметтер келіп жатыр. Аят қалай басталды? Адам баласын құрметті жараттық деді. Құрметті екенбіз, Аллаға шүкір. Бірақ иманның арқасында шариғатпен жүрсең құрметтісің сен. Кейін не істедік деді? Не істедік деді аят екіншісі. Құрметтіден кейін көліктендіріп қойғанмын деді. Жаяу жүрмелерің үшін, теңізде де, құрлықта да, міне, құрметтісің сен көлігіңмен. Кейін ризықтың ішіндегі ең тазасын сендерге берген деді. Оразақнақ менен тойбат. Одан кейін төртіншісі бүткіл жаратылысынша сендер озат қылып алдына шығарып жіберген деді. Адам алдында жүреді. Бүткіл әлем жаратылыстың бәрі біздің артымызда. Бәрі бізге қызмет қылады. Бәрі біздің аяғымыздың астында. Саған қарап тұрады елеңдеп. Сен малға су берсең ғана ішеді ол бейшара. Бермесең ішпейді ол. Іше алмайды өзі бар. Бәрі саған беріп қойғам дейді Алла Тағала. Сен алдына бас шығып қойған бәрі дейді да. Міне осындай төрт біздің немізді Алла Тағала мәртебемізді көтеріп тастады. Енді демек адам осының бәрін Алла Тағала бергеннен кейін, үйіп төгіп бергеннен кейін не үшін деген сұрақ келеді. Не үшін? Алла субхана ва тағала адам баласын өзіне құлшылық үшін жаратты. Жаңа бәрі соншама нығметтердің бәрі айналып келген кезде адамға жасап берген Алла. Енді адам түсінді, мен не істеуім керек десем, Алла енді аятта айтып жатыр. Дейді? Жындар мен адамдарды өзіме құлшылық жасаулар үшін жаратқанмын дейді. Біздің миссиямыз не екен өмірдегі? Болды. Сіздің да, менің да, мен бала-шағам да, иншалла, қияметке шейін Алла бәрімізге салиқа ұрпақ нәсіп етсін. Адам болып шыр етіп өмірге келіп жатқан әрбір адамның миссиясы Аллаға құлшылық жасау болды. Сенің міндетің сол. Ал жұмыс, бизнесің, егін егуіңіз, немен кімне айналысып жатыр? Бұның бәрі тірі кездегі тіршілік деп қабылдандар. Оның бәрі қалады ертең артында. Ешкім алып кетпейді оны. Ешкім есіне салып кете алмайды. Бәрі қалады ертең. Алланың алдында ең мәртебең жоғары болатын жаңа сен құлшылығың ғана. Сол құлшылықпен жаңа айтып жатқан сен құрметтісің Алланың алдында. Сол құлшылық иманыңмен сен жәннатқа барасың иншалла. Сол иманыңмен Алланың дидарын көрсетеді саған. Білесіз ба? Сол үшін қазақ айтады. Тірі адамға не дейді? Иман байлығын берсін дейді. Иман байлығын берсін дейді тірі адамдарға. Өмірден өтіп кеткендерге бір адам қайтыс болса не деп айтады? Не деп айтады? Иманды болсын емес, иманын жолдас болсын дейді. Иманды болсын деп ана балераға айтасыңдар. Тірі да ол бірақ. Кәпір көршілеріңіз болса, басқа діндегі. Тірі болу керек оның шарты. Соған иманды болсын деп дұға қылсаңыз болады. Алла, бұл да бір көршім ғой енді. Жақсы адам. Сен жаратқан бір пендең ғой бұл да. Осыған иманды болсыншы осы бейшара деп айтсаң болады. Кейде адамдар қайтыс болып кетсе, артын жазып жатады. Иманды болсын, иманды болсын. Иманды ғой онсыз деп адам. Иманы жолдас болсын деп айтыңыз. Көрдіңіз ба? Міне сол, демек, бауырлар, біз өте бай адамдармыз, альхамдулилля. Жаңа не деп жатыр? Иман байлығын берсін деп жатыр ғой. Осы Алла иман исламнан айырмасын да бізді. Біздің ең үлкен байлығымыз иман байлығымыз бар. Осы иманымыз Алланың құзырына алып барады сіз бен бізді. Ертең қияметте, махшар әлемінде қаншама адамдар осы жер жаралғаннан бері Адам алейхиссаламнан бастап адамзат бүткілі махшарда осы иманның саған пайда береді. Осы иман сен дәрежеңді көтереді жәннатта. Осы иман Алланың дидарын көрсетеді. Сол иманға қызмет қылайық, бауырлар. Сол иманыңды сақта. Дүниеңді сақтады ойлай берме. Иманыңды сақтасаң, дүниеңді Алла сақтайды сені. Адамдар қазір дүниені сақтау үшін камера орнатып жатыр. Охрана агентствоға ақша төлеп, ақша беріп соны не істеп жатыр? Қорға менің немді дейді. Дүниемді қорға дейді. Бірақ сол адамдар иманын қорғауды ойламай жатыр. Иманын қорғауды ойламай жатыр. Иман олар үшін бір кейінгі мәселе еді. Бұл қол бос бір ерігіп жүрген адамдардың тірлігі сияқты да ол.
Енді оқимын ғой енді кейін дейді. Әлі ертең мен дайын емеспін дейді. Не әңгіме ол дайын емеспін деген қалай ол? Қолың жоқ па, аяғың жоқ па? Дайын емеспін деген не ол? Қол жоқ аяқ адамдар да намаз оқып жатыр. Олар да оқып жатыр. Қай жағынан дайын емессің сен? Қашан дайын боласың сен? Сұрақ қой да өзіңе. Сен қашан дайын боласың? Қаңғыруға келген кезде ешкім айтпайды. Ақша түссе, қазір қаңғыру керек болса, мына жаққа. Сен әлі дайын емессің. Бүгін қаңғырмай-ақ қой. Бүгін анау Түркияға, Анталияға бармай-ақ қой деп айтып көрдің соған. Демалайық дейді. Жоқ, сен дайын емессің сен. Деп айтып көрдің бе соған? Жоқ, мен дайынмын дейді. Сол үшін дайын емеспін деп айтатын өзінің жолдары бар да. Мысалы бір ағамызды танимын. Баласы үйлену жасына келіп қалды. Сол баласы мен көріп қалғанда мен десем ғой, үйленбейсің бе десем, әкемнің шарттарын орындай алмай жатырмын дейді. Әкең не айтты деймін ғой. 50 мәрте хажиманы істеп беру керек ол. 20 мәрте 50 мәрте хажиманы, 20 мәрте турник, ана брусьясы и приседания 4 нәрсені айтқан. Соны балам істеп берсең, бүгін үйлендірем деген да әкесі. Ана баласы не жүгіре алмайды, не тартынамайды негізінде. Салмағы өте ауыр баланың. Сол бала сонымен әлек болып жатыр қазір. Қатын үшін деп қазір салмағын болып жүр ол қазір. Ол шын болып жатқан нәрсе айтып жатырмын сіздерге. Соған айтсаң болады да, балаңа дайын емессің сен әлі. Сен мынаны істе, дайындал, одан кейін қатын алып беремін. Ол сұрақ қоятын жерлер бар да, дайын емессің сен деп. Бірақ қолшылыққа айтпаңдар бауырлар. Алла білуші. Алла білмей қалма соны, сен дайын екенің, дайын емес екеніңді. Ер азаматтар неше уақытта парыз болды? Кәмелет жасқа қай уақытта боламыз біз? 12 жас. Қыз балалар ше? Болды. Міне қияметке шейін Алла белгілеп берді. Алла сенен сұрап жатқан жоқ, дайынсың ба, дайын емессің ба деп. Сен дайын болғандықтан Алла сол жастық қойып қойды. 12 жас деп қойды ма ер азаматта, сен дайынсың сен оған. Қазақта оның ішінде отау иесі дейді. 12 жастағы бала үйлендірсең, ол бала тудыра алады ол. Демек дайын бәріне ол. Түсінесің бе? Оның ішінде отау иесі дейді қазақ айтады. Көрдің бе? Демек сен дайынсың бәріне. Оның бәрі нәпсінің сылтауы. Мен дайын емеспін. Оған дейді, былай келу керек шығар дейді. Мен қалай келу керек оған дейді. Оған дайындалу керек ше. Және сұраймын, қалай дайындалу керек сонда? Кейін айта бастайды өз былықтарын. Анауын тоқтату керек шығар, мынауын тоқтату. Енді өзіңе келіп жатсың. Тоқтат сол арамның бәрін. Намазды бастай бер бірақ бүгін. Намазды баста, сол арам жолды, сол намазда саған көмектесіп тоқтатады сол. Бұл Алланың Құрандағы аяты, «Инна сола танханил фахша вал мункар» дейді. Намаз сендерді күнәдан, арсыздықтан тыяды дейді. Демек, намаз сізді сондай адамға алып келеді, жаңа айтқандай құрметтелінген дәрежеңе алып келеді. Сөзге шейін алып келеді намаз сізді иншалла. Сол үшін бауырлар, намаз сақтайық бауырлар. Және айтамын. Дүниеңді сақтамасаң да намаз сақташы. Намаз сақтасаң, дүниеңді Алла сақтайды сені. Кепіл оған шариғат. Бір себебін жасап кет, құлтап кетті, Алла саған аманат деп кеттің да. Болды оған, ешкім жақындаймайды қойды Алла Тағала. Мен сен құлтап кеттіңіз, Алла саған аманат деп дұрыс жерге қойып кетті, бірақ қисайтып бірдеңеге қойып кетпей. Дұрыс орнына қой, құлта, себебін жаса, үйіңді құлта. Алла саған аманат деп аятыл курсиді оқып кеттің да сол үйіңден. Алла субхана ва тағала сен үйіңе Алла өзі сақтайды. Уайымдама. Сен намазды уайымдағың да, Алла сен мұнияңды, дүние ақыретіңді Алла өзі шешіп қояды мәселеңді. Оған ешқандай алаңдама. Ал иманыңды, ақыретіңді, шариғатты ойламайсың ба, бауырлар, мына өмір қорқынышты негізінде. Пәлекет аяғың астында. Сенсіз ба? Аяқ астында не бір жағдайлар болып кетіп жатыр қазір. Қазақ сөйлейді, пәлекет аяқ астында дейді. Құдай сақтасын да енді сөйде сарт етіп жаның үзіп кетсе, имансыз, намазсыз кетсе, өте аянышты жағдай да, Алланың алдында барып, негізгі миссияңды орындамай барғансың да сен. Оны былай түсіндірейін. Мысалға бір адамға 10 күнге Астана қаласына іссапармен кетті. Оның командировочный ақшасын қалдынан салып береді. Анаяқта гостиницасы бұрын жасалып қойылған, самолетке билет алынған, анаяқта алып жүретін көлік службасын жасап қойған, бәрін жасап бергенді бір адамға. Ол Астанаға барды 10 күнге. Әр күнде істейтін оған тапсырмалар бар. Бүгін мынаны бітіру керек,
Екінші күні мынаны бітіру керек. Сол шарт амалдарды істеу үшін жаңағыдай жағдай жасалынған да оған. Көлігін де шешіп берген, жататын, демалатын гостиницасы шешілген қонақ үй. Ол не істеді? Анау берілген көлікті мініп алды, ары қарай Бурабайға кетіп қаңғырды да ол ше. Бурабайға барып алып 10 күн бойы жатты қаңғырған жерде. Ақшаның бәрін шашты сояққа. Сөйтіп 10 күннен кейін қайтадан келеді Алматыға. Офисқа келді. Одан сұрақ қалай болады енді? Не бітірдің дейді ғой, қарабет ол дейді. Алла сақтасын, соны Алла Тағала Құран Кәрімде сондай жүздері қара адамдар бар дейді. Қарабеттер дейді олар дейді. Асвадул уажх дейді. Өте түрлері қара болатын адамдар бар дейді. Оны адамдар көрген кезде не деген құсқынсыз адамдар деп айтады дейді. Кімсіңдер сендер десе, олар не деп жауап берген? Әттең, біз намаз оқымайтындардан едік деп жылайды дейді бейшаралар. Түрлері құсқынсыз адамдар айналып кеткен. Өте қара адамдар дейді. Алла Тағала оларға дидарын салмайды, олар қарамайды да оларға дейді. Алла сақтасын да. Өте аянышты жағдайға түсіп кеткен адам. Неге? Өйткені мынаға өмірге келгенде миссиясын орындамаған адамдар олар. Келіп алып талтаңдап жүріп келген жоқпыз бауырлар. Күн өткен сайын мына денемізді қартайып жатырмыз бәріміз. Бірақ көңілің жас па көке? Көңіліңіз жас па? Көңілім жас дейді. Дене қартайып жатыр. Сол көңіл деп жатқан жаны сол, ғалымдар айтқан. Адамның жаны Алла мәңгіге жаратқан. Ол қартаймайды. 90-дағы атамды көңілің жас па деп сұрадым да. Жас қой, көңіл ұрып тұрды. Баяғы 18 жастамын дейді. Бір аяқ құрғы қисайғаны болмаса дейді, көңілім жас дейді. Сол көңілім деп жатқан жан сол. Сол біз көке. Сол жан, сол сізсіз, ішіндегі жан сол менмін. Мына қазір бірімізді көріп тұрған денеміз бұл біз емес біз. Бұл жаңа айтып жатқан көлікке мініп алған адамыз бәріміз. Біз қазір бәріміз көліктің ішінде жүрміз қазір. Жаңа айтылғандай өте ыңғайлы көлік бірақ бұл. Өте төзімді, ыңғайлы. Сол көліктің уақыт келген кезде біз көлік тастап кетеміз. Бұл біз басқа әлемге кетеміз ол кезде. Мына көлігің қалады топырақтың астында. Түсінесіз ба? Сол жанды Алла Тағала мәңгіге жаратқан да. Сол жанындағы түрлер қарайып кететін адамдар бар дейді қияметте, Алла сақтасын. Кімдер десе о не дейді? Жетім жесірлердің хаққысын жегендер, намаз оқымайтындар, міскіндерге тамақ бермей, қайырымды жасамайтын адамдар еді дейді. Алла сақтасын. Бауырлар, демек біздің адамдық миссиямыз не екен? Не миссиямыз біздің? Не үшін келдік өмірге? Жаңа айтқандай 10 күнге Астанаға келген сияқты адамдар біліңіздер қазір. Мына өмірді бәрімізге қазір жағдайын жасап берген ба Алла? Жататын жерің бар ма? Жейтін тамақ бар ма? Бар ғой бәрі. Көлік бар ма? Бар. Бәрі бар. Аллаға шүкір, жанында қатыныңызды Алла берген да. Біреу қызын өсіріп, тәрбиелеп, әдемілеп саған берді соны тегін. Мына өмірде көмекші болсын жаныңда деп. Көзіңнің қуанышы болсын деп бала шаға берді саған. Қанша шаршап келген кезде, балаңды бір иіскеген кезде мауқың басылады. Соның бәрі не үшін? Алаңдамай мына өмірде Алла құлшылығын жасасын деп жатыр бізге. Алаңдамай. Көңілі түспесін деп жатыр. Әттең мен де мынандай деп айта алмаймыз ешқайсымыз. Мына жағын қарасаң не деген нығметтер, мына жағын қарасаң не деген нығметтер да ол. Субханалла. Соның бәрін пайдаланып, бірақ намаз оқымайтындар жаңа Бурабайға барып қаңғырған адамдар сияқты біліп қойсын дейді. Ертең сұрақ жесткий болады дейді. Сұрақ өте қатты болады. Қалай жауап бересің сен? Кейде адамдарды байқаймын, өткенде біреу айтып жатыр. Емекеде дұрыс қой дейді. Барған екен көремін ғой дейді. Ол ойлап тұр, барған екен шешем деп тұр ғой бір жолмен, Мына жақта шешіп үйреніп қалған ғой. Бірдеңе қылам деп тұр да, бірдеңе қылатын ояқтың әлем басқа. Мына өмірдегі сияқты емес, ояқта көке жәке жүрмейді ояқта. Ояқта ешкімге көмектесе алмайды. Пайғамбар алейхиссалам өзі қызы Фатимаға айтқан, Фатима деді, сен пайғамбардың қызымды, маған сен қама қызым деді. Мен саған ояқта көмектесе алмаймын деді. Сен маған көмектес, мүмкін саған шафағат етемін сол кезде деді. Кейін Фатима анам, я Расулалла, мен не істеуім керек деген кезде, түнде намазға тұр менің жанымда деді. Расулалла қызына Фатимаға айтып жатыр, қызым, маған сен қама, пайғамбар Мұхаммедтің қызымын деп. Ол өлмейді аяқта дейді. Ояқтың несі, жүйесі басқа. Ол әлемнің жүйесі басқа. Енді құлшылық дегеніміз не? Намаз оқу, және ораза ұстау, және зекет беру, қарапайымдылық, ойынсыну, тағы да. Мынау айтып жатқандарының барлықтары осы тақуалық ішінде жүрген сөз айтып жатсыңдар.
мынау сыртқы атрибут дейміз ғой. Башқаңыз намаз, сақал, тақиямен ғана айтып шектеліп жатсыздар да. Ғалымдардың сөзін айтайын. Құлшылық деген не о десе, құлшылық өмір дейді. Не дейді? Құлшылық деген не о десе, адамның өмір деп айтыңдар. Момын мұсылман адам өмірін құлшылыққа айналдырып алады деген. Яғни құлшылық тек қана жұма намаз емес бауырлар. Қазір жұма намазға бәрі сызылып отырсыңдар ғой, ұялы бәрі. Трамадол ішім, деп қалды. Құлшылық трамадол ішпеуің сенің. Сол өмірің ғой сенің. Деген өмір десе, құлшылық деген не десе, ол өмірің сенің дейді. Сол өмірің құлшылықтан тұру керек сенің дейді. 24 сағат па бір тәуліктің ішінде 24 сағат құлшылықпен кету керек дейді. Ол қалай кетеді ол? 24 па намаз оқы деп жатқан жоқ саған. 24 сағат қалай құлшылыққа айналдырамын десе, ол былай болады дейді. Намаз оқыдың ба? Азаннан кешке шейін 5 мезгіл намаз, дұғаң бар, тәсбihің бар, қабыл болсын деп құшақтасуың бар. Бәрін ұзағымен алыңыз 2 сағат екен. 2 сағат қана. Аржанда қанша уақыт қалды? 22 сағат қалды ма? Сол 22 сағатты құлшылыққа айналдыратын 2 сағат екен. Таң намаздан баста өміріңді. Міне бүгін өмір басталды бүгін. Ертеңге гарант жоқ ешкімге. Құдай біледі, ертең таң намазды оқимыз ба, оқымаймыз ба? Бірақ бүгін таң намазы Алла нәсіп етті бәрімізге, алхамдулилля. Бір адамдардың құлағы унитаз болды бүгін. Өкінішке орай. Шайтан іблис ұйықтап жатқандардың құлағына сындырады дәретін. Дәл ұйықтатады сен. Таң намазға тұра алмаймын дейтіндер әлі сұрақтар қойып жатыр қазір. Тұра алмаймын дейді. Түсінесіз ба? Енді сол демек өмірін деген құлшылық деген не екен? Өмір екен. Сонымен намазың таң намаз оқып алдында қайда кетесің енді? Қайда барасыздар? Қайда барасыңдар? Жұмысқа ма? Жақсы. Жұмысқа барасыз. Үйде шыққан кезде бисмилля деп аят күрсиді оқып шығыңдар. Аллаға дұға қылып шығыңдар үйден. Аят күрси 2 мәрте оқыңыз. Немесе оқи беріңіз әрмен қарай. Алла, бүгін күнімге баракат бер. Бүгінгі үйге алып келетін ризығымды берекетіңмен нәсіп ет. Адалынан болсын. Мен біреуге қиянат қылып қоюдан өзің сақта, біреулерді маған қиянат қылудан Алла өзің сақта деген дұға бар араб тілінде. Соны қазақ тілінде айта беріңіздер. Сол дұғаны айтта бисмилля деп үйден шығып кетіңдер, болды. Жұмысқа бардыңыз ба? Демек сол уақыттың бәрі сіз үшін садақа болады бауырлар. Уақыт әлі құлшылық процесс жүріп жатыр деп біліңіздер. Ниет солай болды. Алла, бүгін адалынан ризыққа кетіп бара жатырмын мен. Бала шағамның нафақасы менің мойнымда. Менің мойнымда. Бауырлар, кішкене ұят болсын. Ана келіндер жұмысқа салмаңдар. Қатынның міндеті емес ақша табуға, ескертейін. Ол жеке бір тақырып еді, оған кірмей қойын. Демек, жұмысқа кеттің ба, ниетің турла, кешке шейінгі нафақаң берекет сұра, оның бәрі саған садақа, құлшылық сауап жазыла береді. Дүкенге кіресің, үйге бірден алып келе қой, нан алып келесің, қант алып келесің. Өрде неке деген, муамалат деген тақырып басталады, сауда саттық, шариғат бойынша. Ана дүкеншінің хаққысын жеп қойма, дүкенші де сен хаққын жеп қоймасын, сен әлі құлшылыққа батсың дейді. Сөмкеңді көтеріп қайда келесің енді? Қайда барасыздар? Отбасыңа келесің. Есіктен кірдің дегенше неке бабы басталады. Ел зайыптың арасындағы неке тақырып басталып кетеді. Әлі сен істеп жатсың, құлшылық процесс жүріп жатыр әлі. Әлі сен сауап алып жатсың дейді. Білесіз ба? Демек, құлшылық деген ол өмір дейді. Момын мұсылман адам өмірін құлшылыққа айналдырады. Яғни құлшылықты өмірге айналдырмаңдар. Қазір құлшылық кейінгі деңгейге түсіп қалады кейбір адамдар үшін. Яғни кешке жинап оқысам бола ма дейтіндер қазір бар, сұрақтар бар сондай. Оны жай ақиқатты ашшы ғой, ақиқат. Айта бастасаң, ақтала бастайды. Яғни пәленшеге қарағанда мен нормальным ғой дейді. Хотя оқып жатырмын ғой дейді. Еще міндет қылады. Енді қатты айтпасаңыз деп қояды. Құптанда жинап оқимын ғой дейді, хотя бәрін дейді. Сен жинап оқыған кімге керек сен дейді. Расулаллах дұға қылды ғой. Алла, осы намаз етін жүзімізге ұрмашы қияметте деп. Оның ғалымдар айтады, бұл намаз сонда қандай көріністе болады десе, оның кітапта былай келген. Намаз жарықтық, мынау намазды өзінің нақышына келтіріп, бәрін өзінің орнымен оқыған кезде намаз толық бір нұр көрініске кіреді дейді намаз.
сөзі намаз айтады екен. Сен Алла кешірсін, Алла саған рахмет етсін. Сен мені қандай сақтап әлпештегеніңдей, Алла сені де қияметте рахметіне алсын деп дұға қылып кетеді екен. Әр намазың сенің дейді. Жаңа сөз жалғасады кітапта. Екінші біреулер бар, келді, құлады, тұрды, бетті, кетті. Ол намазы қара көрініске кіреді дейді. Өте бір ұсқыныс. Ол намаз сені қарғайды дейді. Мені қандай қорлаған болсаң, Алла сені де жазаңды берсін деп кетеді дейді намаз. Пайғамбарымыз соны айтты бізге дейді. Ола тадриби уджухан я илаха аламин, дұғасында Расул айтады. Алла, ертең осы жүзімізге намазды ұрмаш деп пайғамбар дұға қылды дейді. Ол намаз демек, мынау киімді бүктеледі ғой, жиналады. Сол сияқты ертең қияметте періштелер дейді, жаңағыдай құсқынсыз көрініске кіргізген намазымен ұрады сен дейді. Намаз өтпей қалғанда Алла сақтасын. Сол үшін бауырлар, жаңа айтылғандай намазымызды уайымдайық. Дүние жетпейді ешкімге. Ешкім бұны қолап жете алмайсың. Біз дүние үшін өмір сүрмейік, намаз үшін өмір сүріңдер. Құлшылық үшін өмір сүріңдер. Міне қазірден бастап тиын жинай берсін де, келесі жыл құрбан айтқа шейін бір қойдың ақшасын жинап қоясың иншалла. Жай копейка тастап қойсаң да. Құрбандық шал отбасың атынан. Ол уәжіп құрбандық шалу. Әлі күнге шейін құрбандықты әлі сұрап жатқандар бар. Немеге дейді, құрбандық шалсам бола ма дейді. Шалшай сенді. Кредитім бар дейді. Бола ма дейді. Болады, шала бер. Шал, құрбандық шал. Ана пәлекетін құтқарады сені осы құрбандық. Шал құрбандық. Шайтан қорқытып жатыр сені. Не қанша тұрады қой? Қанша болды биыл? Біз кеше Қазақта білмей қалдым, елде биыл қанша болған? 50-60. Бірақ 50-60-ты құрбандыққа шалуға келген кезде нәпсі шырылдап жатыр. Құлшылық қой. Бірақ 50-60-қа ол Анталияға да барған кезде ондай ақшамен шықпайды. Кемінде 500-600 теңгесін жинап алып шығады үйінен. Демалыс кетіп бара жатқан адам да. Бірақ ол кезде ол не етпейді, тыраштанбайды. Сен 50-60-мен кете бер неге Анталияға. Бар осымен демалып қайт десең, 50-60-мен қайда барам дейді. Но жетпейді ғой дейді. Неге сен Құдайға енді сен тыраштанып жатсың? Керісінше болу керек еді ғой. Сол үшін бауырлар, дұрыс түсінбей қалмаңыздар, дұрыс демалатын уақыт келе ма, демалыңдар. Дұрыс дененің хаққысы бар. Бірақ халал демалыс болсын иншалла. Сапар дұғасын оқып шығыңыздар үйден шыққан кезде. Алла, қайырлы сапар болсын, тақуалықпен өтетін сапар болсын деп құлшылықпен өткізіңіздер да, жаңа демалыстың өзін. Демек, жаңа айтылғандай, құлшылық деген не екен ол? Не екен? Өмірің сенің. Біреудің өмірі орта, біреудікі ұзын, біреудікі қысқа. Әрқайсымыз Алланың жазған өміріміз әртүрлі. Сол үшін шариғаттың айтып тұрғаны, ұзақ өмір сүру маңызды емес. Мысалы біреу айтады, ой, қария 90-ға келіп қайтыс болды дейді. 90-ға келіп қайтыс болды. Балдар айтады, аржаны тағы әр 30 жылда бір жас қосылады ғой. 100-ге жақындатады, той береміз дейді. Бола ма дейді. Неге той бересің? Той ғой енді, 100-ге жақындады ғой қария дейді. Балдар, ондай нәрсе болмайды. Шариғат ондай нәрсе жоқ. Ондай бидағат жасамаңыздар. Адамның қайғыруы ол тойға ұласпайды ешқашан. Ал бірақ 90 жыл өмір сүріп бір адам не намаз жоқ, не қажылық жоқ, не ораза жоқ, аузында темекі, насыбаймен өтіп кетсе, Құдай кешірсін. Жағдай жақсы емес. Бір адам 30 жыл ғана өмір сүрген болуы мүмкін, бірақ есін білгеннен бері намаз оқығанда ол жігіт. Ол сол өтті сол жігіттікі. Құдайдың алдында ана 90 жастағы мен 30 жастағы қайтыс болған жігіттің арасы аспан мен жердей болады деген. Жақындамайды бір-біріне. Ананың деңгейі өте жоғары. Неге? Ол қысқа өмір сүрсе де, бірақ сапалы Алланың құлшылығымен өткізген кезде Алла Тағала еселеп қойған оның өмірін дейді. Оның бір күні бірнеше мың күніге татиды ананың алдында салыстырғанда. Әр күнін не? Намаз оқып отырды. Адамдық миссиясының орнына өтті ол адам дейді. Өзің бауыр аз өмір сүрейік, көп өмір сүрейік, ол маңызды емес. Әр күнің өткен кезде намазхан болып жүрсеңдер, қуанасыңдар. Альхамдулилlah, Раббыма жақындап жатырмын, күнім өткен сайын. Момыннан қазір сұраса, тірі жүргің келе ме, жоқ, кеткің келе ме десе, момын адам не деп жауап береді? Ақырет таңдайды дейді.
момын адам ақырет таңдау керек. Сұраса да егер бізден, сұрамайды ғой. Білмейміз қашан қай жерде. Сол үшін әлі күнге шейін кеше Бауыржан ұстаз да айтып жатыр жамағаттар. Бауыржан Али ұстаз ше, біз екеуміз түйеде құрдаспыз екенбіз. Ол кісіні қайғырмаңдар, болды, ол кісі Алла рахметіне кетті, ол бауырымыз. Мына бір екеуміз түйеде 40 жастамыз екенбіз. 40-қа шейін шариғаттың несін орындап кетті да ол жігіт, алхамдулилля. Орындап кетті. Енді қайғы бізде, одай емес. Сенде гарант бар ма не? Нағып қайғырып жатсың оны? Бәрін істеп қойдыңдар ма онда? Ертелі кеш кетеміз соның артынан, бәріміз ешкім қалмайды бұл өмірде. Бәріміз Алладан келдік, қайтамыз сол жаққа ертелі кеш. Егіліп қайғырмай-ақ қой. Қайғырайық, сол сияқты амал істеп жатырық па? Сол уайымдайды. Сол уайым бізде басын болсын. Не істеп жатырмын мен? Деген секілді. Қазақта сөз бар. Әкенің малы не болмайды? Балаға мал болмайды дейді. Қазір көп әкелердің айтатын бір сөзі бар, бала шаға деп жүрмін ғой дейді. Білмеймін ғой, ертең артында бірдеңені қасының ғой дейді. Сен оны қалдырды ойлама. Сен бала шағыңа имандылықты қалдырды көбірек ойла. Дүниені Құдай өзі береді сен бала шағың. Сен оны бере алмайсың оларға. Алланың ризық берушілігін аты қайда кетеді онда, сен беретін болсаң оны. Ризық сен бермейсің. Ризықты беретін бар, ол Алла. Сен бермейсің ризықты. Сенің беретін миссияң бар, әкелік, 3 міндетің бар. Сен соны ойла. Бірінші көркем есім ғой. Кәдімгі мән мағынасы бар. Расасам айтқан. Пайғамбардың есімін қойыңдар деген көркем есімдер. Немесе Алланың көркем есімдерін қосып айтатын есім қойыңдар деген. Мысалы, Алланың 99 көркем есім бар ғой. Абдулла, Алланың құлы. Бәріміз Абдулламыз. Бәріміз Абдығаппарымыз, бәріміз Абдужаппарымыз, есіміз, бәріміз сондаймыз. Өткен бәрін Жаппардың құлы, Қаппардың құлы, Саттардың құлы деген сияқты. Хадисте осындай деген. Немесе мән мағынасы бар есім қою, бұл кімнің міндеті? Әкенің міндеті. Көрінген анау мұхиттың ар жағындағы қауымдардың есімдері қойылып жатыр қазір. Кейде шақырады қонаққа, барасың, атың кім деп сұрасаң, бір европейский аттар да анау. Мағынасын сұрасаң, өзі білмейді ананы. Бір сериалдан ба, бір кинодан ба көрген ғана ат болды. Қоя заған да. Ғаметі сол атақты бір ненің аты анау актрисаның деген сияқты. Ондай болмасын бауырлар. Екінші, не әкенің міндеті? Екінші не? Шариғатта үйрету. Әкенің міндеті ол. Демек, әке шариғатты балаңа айтпай тұрып, өзің орындаған адам болуың керексің сен. Сол әкелік міндетің сен балаңа арамен адалды үйретесің. Алланы таныстырасың, Расулланы таныстырасың. Қияметті түсіндіресің балаңа. Анау астын жуып жүріп, дәретті үйретесің балаңа. Кіші дәретін сындырып, ішкен киіп жүрмесін балаң. Қабір азабы содан болады деген пайғамбар алейхиссалам. Балаға үйретіп қойыңыздар. Ер жетіп қалған балаң болса, жүніп болып жүре бермесін. Сасып бықсып. Ғұсыл деген нәрсе үйретіп қойыңдар балаларына. Ана келінге үйретіп қойыңдар, қыз баламен жұмыс жасасын. Етек кірген кезде не істеу керек екенін айтсын оған. Оған кім айтады оған? Ата-ананың міндеті ол. Балаға үйрету ата-ананың міндеті. Үйрет, обал мен сауап не нәрсе екен. Міне осыны сен қалдыр балаңа. Үшінші, не үшінші? Бала ер жетсе, балаңы тақуа алып тәрбиеле бірінші. Сосын тақуа жерден құда болып, қыз алып үйлендіру сенің әкелік міндетің. Қазір көп әкелер балаға сілтеп қойып жатыр. Жастар ғой өздері білсін де енді дейді. Көріп жатыр ғой өздері білген жастарды. 6 айға жетіп айырылысып кетіп жатыр ғой. Сол әкенің тіке міндеті балаңа қатын алып беру. Соны баланы сондай тәрбиелеуіміз керек. Оның үйленетініне де кәдімгідей атсалысу керек. Сенің ұрпағың тарайды ертең сол баладан. Қарау керек, кімді алайын деп жатыр бұл? Кімнің қызына құда болайын деп жатсың сен? Көр, қазақ айтады, шешесін көріп қызын ал дейді. Әкесін көріп қызыңды бер дейді. Әкесін көріп не істе? Қызыңды бер. Ой, күйеу бала ұзын, бойы ұзын екен, әдемі жігіт екен. Бойы не істейсің сен оның? Травматолог жүрген торымыз болса, не істейсің сен оны? Керек емес оның бойын 2 метр болған. Торымыз ол бала. Әкесін көріп қызыңды бер соған күйеу балаңа. Күйеу балаға қарама, әкесіне қара. Қандай адам ана кісі? Үйінде бірінші атаман ба, екінші атаман ба? Бірінші атаман әке болып кәдімгідей бәрін реттеп отқан болса, ойланбай сол кісімен құда болу керек та. Жастар бақытты болсын деп. Күйеу балаңа қарама, әкесіне қара. Иншалла қызыңды жылатпайтын бала. Өйткені бала әкесі сияқты болады. Соған қарап өскен ғой бала. Әке көрген оқ жонар деген сол.
Ал қыз бала бой жетсе, оны жаңағыдай иманды жігітке тұрмысқа беру сен әкеліп міндетің. Махаббат екен, сүйіп қапты, енді қосылып қапты, енді өздері қарасын деген қою керек бауырлар. Ол әкеліп миссияңды орында сен. Міне осыны ойлайық бауырлар. Дүние қалдыру, үй алып беру, мәншеден ойламаңыздар. Оны Құдай оған өзі береді. Сол үшін Алла жетерлі бәрімізге бауырлар. Кейде ойлаймыз ғой, ертең кетіп қалсам бала шағам не болады? Не болады? Уайымдама. Сенен де жақсы болады олар. Сен уайымдамайсың ба соны? Сенікі емес қой бала шаға, Алланікі ғой. Бала шағаңа уайымда, мына үш нәрсені істей алмаған болсаң, соны уайымда. Балама намаз үйретпеппін. Не болады ертең бала шағам? Зекетті үйретпеппін ғой балама. Бизнесті үйретіппін. Ақша ұстауды үйреткен екем. Бірақ зекет, садақаны үйретпеппін ғой балама. Сен соны уайымда да. Ол сөзі жақсы болады. Сол кезде не? Жаңа айтылғандай адамдық миссиямызды орындаған боламыз иншалла. Және біздің ұрпағымызбен біз әлі тірі болып есептелінеміз. Әлі тірісің сен шариғат бойынша. Қалай ол? Жасасам айтады. Адам қайтыс болған кезде мына екі періште амал дәптер жабады дейді. Бірақ мынадай үш адамның амал дәптері әлі ашық тұра береді дейді. Ол кім десеңіз, артында салиқалы ұрпағы қалған болса дейді. Салиқа ұрпақ деген кім ол? Намазын оқиды, наша шекпейді, өтірік сөйлемейді, біреудің хақысына кірмейді. Арам дегенде арам деп тұрып алады, адал дегенге ұмтылады. Сол салиқалы ұрпақ. Алла бәрімізге нәсіп етсін иншалла қияметке шейін. Сол салиқалы ұрпақтар қандай амал істеген сайын әкеге бара береді сауабы. Шешесіне де, әкесіне де. Олар қабірде баяғыда қайтыс болып кеткен. Мына жақта үлкен баласы бір мәселесі мешіт соғып жатыр, екінші баласы мына жақта жол соғып жатыр, үшінші баласы тағы бірдеңе істеп жатыр, бір баласы кітап жазып жатыр. Соның бәрін сауап кімге бара береді? Әке-шешеге барып тұрады дейді, Расул айтып жатыр. Олардың сауап келіп қалмайды дейді балаларының. Балаларының дәл сол сауапты алып жатыр әрқайсысы істеген амалына қарай. Бірақ дәл сол нұсқа ата-анаға барып тұрады дейді. Неге? Артында ұрпағы қалған болса марқұм дейді, салиқалы. Міне соны уайымдайық бауырлар, ұрпақтарымыз қалай өсіп жатыр біздің артымызда. Қараңыздар, ұрпаққа аманат оның бәрі. Екіншісі, садақа жария жасап кеткен болса. Мына мешіт соққан болса, бұл садақа. Талай қойған болсаң, садақа жария. Мешіт соққан, жол соқсаң, садақа. Мектеп соқ, не соқ, Алла разы болсын. Кеше көріп, риза болып отыр, ана спорт кешенде болдық. Жігіттер Алла разы болсын, адан істәшкісін бәрін өзіміз құйғанбыз дейді. Міне еңбектер жанып жатыр, жігіттердің Аллаға шүкір, әлемді мойындатып, қазір осы шардыра бүткіл әлем танып қалды қазір. Жаңа қол күресі бар ғой, арым спорт па? Алла қуат берсін. Алдында естіп, соны көргіміз келіп жүрген, кеше Алла нәсіп етіп, бәрін аралап қарап шықты. Міне қазақтың жігіттері білекті болу керек бауырлар. Ол жақсы нәрсе да ол. Сол үшін не? Екінші не екен? Демек садақа жария сол жігіттердің атынан сол нәрсе. Иншалла қиямет кеші сол спорт дамиды Құдай қаласа енді. Ықыласпен істеген да көрініп тұр. Ауызбіршілікпен. Үшіншісі, артында шәкірт қалдырған болса дейді. Енді шәкірт деген кезде кейде ойлаймыз ғой, бәріміз сонда ұстаз болуымыз керек па не деп. Сен біреуге бір жақсы нәрсе үйретші. Кәсібіңге байланысты ма, немен айналысып жатсыздар? Мысалы, егіншілік па, қызғанбаңдар оның қыр-сырын. Ашып тастап үйретіңіздер, егіншілікті қалай егеру керек? Бізде бір нәрсе қалыптасты, айтпау керек дейді. Айтса не болады? Конкурент болады дейді. Тек қана мен ғана дамуым керекпін мына шардарада, қалған бәрі ұйықтау керек дейді. Ал ұйықтасын бәрі. Сол саған жақсы ма не? Ауылың азып тозып жүрсе елдің бәрі, қиналып жатса, саған сол жақсы ма? Сен қандай адамсың сен? Біздің дін керісінше үмбетті ойлайтын еді ғой. Сен одан кейін бөліспейсің ба? Қазақ байысың, еліміз бәрі бай болсын иншалла. Міне былай істейді бұл нәрсені. Былай ексең, былай шығады деп. Конкурент жағына келетін болса, ол шариғатта арам есептелінеді. Арам болады. Ондай нәрсе айналыспаңыздар. Сен біреумен бөліскен сайын, сен ең қайыр адам боласың деп Расул айтады. Ең қайырлыларың үйреніп, біреуге үйреткендерің дейді. Кез келген нәрсені. Онымен жаман болмаймыз. Бөліс, білген тәжірибеңді айтыңыздар. Білетін жақсы мағлұматтарды айтыңыздар, дәріптеңіздер иншалла. Жастарға сіңдіріңдер, үйретіңдер. Сіздің линияңызды, салаңызды жаңадан өсіп келе жатқан жастармен бөлісіңдер тәжірибелеріңді. Қолынан жеткізіп үйретіңдер. Алланың алдында сауап аласың, мәртебең жоғары болады, сенің кәсібің және ары қарай дөңгелемесе азаймайды ол. Оған шариғат кепіл саған.
Қазір Европа сөйтіп дамып кетті қазір. Оларда мынау сапалы бәсеке дамып кетті. Бәсеке болғанда жаңағыдай монополия емес біздегідей. Олар бөліседі. Олар айтып жатыр, мен жанымдағы көршім қазір дамыса, мен автомат түрде дамып кете беремін дейді. Сол үшін мынаған көмектесемін мен дейді, көршіме дейді. Ол дамығаны, менің дамығаным дейді. Түсінесіз ба? Міне бауырлар, содай артымызда иншалла шәкірттер қалсын. Шәкірттер. Сол кезде сіз мәңгі қияметке шейін тірі адам есептелінесіз шариғат бойынша. Сүйегің баяғыда шіріп кеткен болса да, бірақ амал дәптеріңе әлі тоқтамай түсіп жатыр. Ана балаңнан келіп жатыр, ана қызыңнан келіп жатыр, мына немереңнен келіп жатыр, шөбереңнен келіп жатыр. Келе береді да иншалла. Оның дәнін сен екіп кеткенсің ғой уақытында. Сенің бастамаңмен бала шағаң, ұрпағың жалғастырып жатыр сондай жақсы амалдарды да, альхамдулилlah. Міне соны уайымдайық бауырлар. Сол нәрсе әрқайсымыздың басымызда күнделікті мына әке ретінде уайымда жүру керек біздің басымыз. Анау нәпсінің несінде жүре бермеңіздер. Бүгін тағы қандай кайыппен айналыссам екен деп. Кеше ана кайып мощный болды, тағы не бар екен енді. Сол кайып сен түбіңе жетеді. Гарантия беремін мен. Егер сен тоқтамасаң қазір, сен түбіңе жетеді сол. Түбіңе жеткен кезде ұрпағыңды былғайсың. Құдай сақтасын, ертең не бір ДЦП ұрпақтарың өмірге келуі мүмкін дейді ғалымдар айтады. Сен жауап береді сол денсаулығына. Қанды бұзып кеткенсің да оңбаған. Саған дейін қан әдем болып таза болып келді ата бабаңнан. Саған кейінде бар бәрі тоқтады. Нашаны шеге беріп, насыбайды ата беріп, өліп қалды бәрі. Қаны бұзып кетті. Ол үшін бауырлар, момын мұсылман адам ондай нәпсіге беріліп, азғантай ләззат үшін өмір сүрмейді. Мұсылман адам мәңгі ләззат үшін өмір сүреді. Мәңгі ләззат қай жақта ол? Жәннатта ғана. Бұл өмірді ләззат іздемей-ақ қойыңдар деген. Бұл өмір, жаңа айтылғандай, уақытша әлемде жүрміз. Бәріміз жаңағы 10 күндік Астанаға барған секілді жұмыспен айналысуымыз керек. Әр күнімізде белгіленген орындайтын миссиямыз бар. Ұйқының бәрі қабірде көп ұйықтай бермеңіздер. Ғалымдар айтады, қияметте ең кедей адам көп ұйықтайтын адамдар дейді. Кондерді қосып қойып, пердені жауып қойып ұйықтай бермеңдер аздан кешке шейін. Түнімен қаңғырып, аздан кешке шейін ұйықтайтындар бар. Оның айтатын сылтауы күн ыстық дейді. Міне күн ыстық кеше Абдурахман көріп келді ғой, Қажылықта. Күннің ыстығы ар жақта болып жатыр. Бірақ олар арабтар айтып жатқан жоқ, күн ыстық енді. Құрметті қазір өздерің келіңдер, міне Кағба міне, харам міне өздерің кіріп бірдеңе қылыңдар енді. Біз енді мес дейміз ғой сияқты, күн ыстық деп үйден кіріп жатқан жоқ. Арабтар алдында жүр бәрі. Бәрі жұмыста, бәрі қызметте болды кеше, Алла разы болсын. Рамазан айында да сияқтан сол градус түспей жатыр, күн ыстық. 50-ден түспейді. Ораза ұстаудан әлемде бірінші орында сол арабтар. Құмның арасында өмір сүреді. Үстінен күннің ыстығы ұрып тұрады, астынан құмның ыстығы, екі ыстықтың арасында жүресің ғой. Сондағысы қонақ үйден харамға барып келгенге шейін біздің қазір әрең шыдап жатыр. Харамнан шығып қонақ келген кезде үйге бөлмеге кіріп айнаға қарасаң бетің қып-қызыл болып күйіп қалған. Көзінде ашки, басында кепка, соның өзінде бүйтіп сақтанып жүр елдің бәрі. Күнге күйіп кетпейін деп. Ана арабтарды қарасаң, олар кәдімгі бір керемет салқында жүрген сияқты сезінеді өздерінің. Басында кепкасы да жоқ, очки да жоқ. Біздер көлеңке жер іздеп жұма намазы бүйтіп тұрсаң, күннің астында отыра береді, уақытында жол. Көлеңде отырған адамдар сияқты сезінеді өздері. Алла сондай ниеттеріне, сондай көңілдеріне тыныштық беріп қойған адамдар да. Демек, бұл айтқым келгені, демек, мына қазір күн ыстық деген сылтау жүрмейді деген сөз. Ертең қиямет өйтіп толып кете алмайды ешкім. Күн ыстық па, ысый берсін. Құранда аят бар, біліп қойыңдар, тозақтың ыстығы одан да қатты дейді аятта. Бұдан бәрі жай ғой. Ыстық алдымызда келе жатыр. Демек, ыстық деп, жаңа айтқандай, жұмысты доғармайық деп жатқаным ғой. Жұмыс жасайық, еңбек етейік, бірақ адал болсын. Жаңағы өмір дегеніміз, құлшылық дегеніміз не екен? Өмір. Сол өміріңізді арамдамаңыздар. Алланың өлшеп берген аманат өмірін адалынан өткізейік иншалла. Жақсы, сонда сұрақтарыңыз болса, бір-екі сұрақ қарайық. Біз жасымыздан 40-қа келіп намаз бастадық. Одан кейінгі мына 12 жастан балаға парыз етілген намаздарды, парыз намаздарды өтеу бізге міндет пе, міндет емес? Міндет көке, міндет. Парыз, атын өзі айтып тұр ғой. Сол алғашқы парыз болған қаза намазының өтеге ниет еттім деп тізім жасап алу керек. Мысалы 40-та бастадым деп тұрсыз ба? 12-де намаз парыз болған. Неше жылдық намаз бар арада? Неше жыл? 28 жыл.
Демек 28 жылдық сізде таң намаз бар, 28 жылдық бесін бар, асыр. Соны 5-ке көбейтесіз, сондай сан шығатын еді. Бірыңғай таң намаздар оқып тастасаңыз болады. Қолыңыз босады ма, таң намаздарын қазасын оқи беріңіз. Оқи беріңіз. Демалыс күндері біраз оқып тастаңыз иншалла. Түнде жұмыстан келдіңіз бе, құптаннан кейін тағы біраз оқып тастаңыз. Телефон қарағаннан кейін ананы қазан оқи беріңіз. Сөйтіп бірақ тізімнен азайтып отыра бересіз сандарын. Сөйтіп бірыңғай таң намаздар біткеннен кейін 5-ге өтіп аласыз. Қолыңыз босады дегенде тек қана 5-ін оқып жүресіз, парыздарын, қазасын, 5-ін бітіресіз сөйтіп Құдай қаласа. Осылай аяқтайсыздар. Неге 2 ракаттан оқылады? Сіз 28 жыл бойы сапарда жүрген болсаңыз 2 ракаттан оқисыз онда. 28 жылдан бері сапарда жүредім өкінішке орай. Сол бәрі қаза болып кетті десеңіз, ондай болады. Сұрақ. Тек парыз оқиды ма? Парыз және үтір уәжіп оқылады. Сүннеттер оқылмайды. Уалейкум ассалам. Халық арасында не болады? Тәңір сүресіне шықты, арыстарға 5 сөйлейтін кәмелеттер бар ма? Енді халық дұрыс түсінбей жатады да, осылар кейде Аллаға теңестіріп жібереді да, сен қолдасың деген сияқты. Осыны түсіндіріп өтесіз ба? Қалай жаңағыдай тауап жасаған мысалы, зиярат жасаған кезде қалай дұрыс жасап жүреді? Бекетада Ахмет Яссауиға көп кәлме жасайды, зиярат жасаған. Сол арасында түсіндіріп берсең арасында. Жақсы. Құрметті моғол мұсылмандар, біз шариғаттың талаптарын орындауға міндеттіміз. Шариғат қалай айтады, біз солай тоқтауымыз керек. Біз қазақ халқы әруақты сыйлаған халықпыз. Қазақ не дейді? Өлі разы болмай, тірі байымайды дейді. Сен өліні қалай разы қыласың? Қалай разы қыласың деген жауапты айта алмай жатыр сол адамдар бірақ. Сен қазір барып ана бауырым айтқандай Аллаға серік қосып содан бірдеңені сұрасаң, ол разы болмайды оған. Бәлкім, мысалға ата-бабаңға сиынсаң, сенің ата-бабаңды періштелер азаптайды екен. Сен ұрпағың сенен сұрап жатыр, мықтысың ба не сенде? Сұрап жатыр ғой сенен, қолда деп жатыр, бала бер деп жатыр, проблемадан құтқар деп сенен сұрап жатыр. Деп ол бейшараны шырқыратып азаптайды дейді періштелер. Кімді? Сенің айтып тұрған атаңды. Сол үшін бауырлар, өлі разы болмайды деген сөздің мағынасы, яғни оларды біз құрметтейміз. Құрметтеу деген қандай мағынада? Дұғаңды айтасың, Құранды оқисың, бағыштайсың, соның атынан садақа бересің, сол марқұмның атынан умра қажылыққа барсаң болады, үлкен қажылыққа барсаң болады, соның атынан мешіт соғып садақа қойсаң болады, сол кісінен сауап барсың деп. Ал бірақ одан бірдеңе сұрау ол ширк болады. Одан көмек сұрау. Ата-баба өзің жебеп жүр, қолдап жүр өзің. Жаныма кеп тұршы, менде нерде бір проблема болайын деп тұр. Сенен басқа ешкімге сеніп тұрған жоқпын, жанында тұрсаң болды. Не әңгіме ол? Қалай сен жанында тұрады? Ондай болмайды бауырлар. Сол үшін міне шариғатпен санасайық бауырлар. Расулаллах айтты, 2 жол қалдырдым, адаспайсыңдар деді. Құран және менің сүннетім деді. Аруақтың көкесі Расулаллахның аруағы бауырлар. Аруақтың егер былай деңгейіне келетін болсақ, ең үлкен мықты аруақ кімдікі ол? Расулаллахның аруағы. Мәдинада жатыр мешітте. Өзінің қайтыс болған бөлмесіне жерленген Расулаллах алейхиссалам. Жанында Абу Бакр Сыдықтың аруағы мықты. Ол да жатыр жанында. Оның жанында Омардың аруағы мықты, Фаруқ. Шайтан қорқатын одан. Ол да жатыр сол жерде. Егер аруақтың деңгейіне келетін болсақ та, бірақ Расулаллах айтқан жоқ қой. Менің алдыма келген кезде сұраңдар. Менен сұраңдар. Жоқ, ондай болмайды ол. Бәлкім біз аруақты құрметтейміз деген сөз солардың атынан кешірім сұрайсың Алладан. Расулаллах айтып жатыр. Не? Кешірім сұра, истиғфар тіле дейді шариғатта. Құранда Алла айтып жатыр. Олардың атынан кешірім сұра дейді. Екеуі де қартайған шаққа жетсе, уф деп кейіс білдіріп, ата-анаңды ренжітпе. Өмірден өтіп кеткеннен кейін мені сәби кезінде аялағандай, оларды аялап, рахметің алшы, кешірші деп айт деп жатыр да аятта Құранда. Демек, осы аятқа қарағанымызда дейді ғалымдар, аруақтар тірілерге мұқтаж. Түсінесіз ба? Артында қалған ұрпақтарына мұқтаж ол бейшаралар. Жатыр қазір топырақтың астында. Ол саған мұқтаж болып жатыр. Балам қашан маған дұға қылады? Менің перзентім қашан менің атынан садақа жасайды? Деп сенен күтіп жатыр да ол бейшара. Сен одан сұрап жүрсің да, атамен қолдасайшы деп. Ондай болмайды.
Ондай болмайды. Бәлкім сұрақ қойып жатыр өткенде бір кісілер. Әкемнің асын бердім дейді. Бір жыл өткізді дейді. Құтылдым ба дейді. Болды ма осымен тоқтайсың ба деймін ғой. Жоқ енді дейді. Сенің әкең деймін, тірі кезінде ешқашан сен естен шығарған емес деймін. Әкең өзі тамақ ішпесе де сен ішкізген деймін. Әкең өзі киім кимесе де сен кигізген бірақ. Ешқашан әке баласын ұмытпайды. Әкең қазір тіріліп келсе, иттің баласы оны столға қойып қойып сені ұрады деймін да қазір әкең. Тіріп бишара келе алмайды деймін да мына өмірге. Сен не істеп жүрсің сен? Не әңгіме мынау? 7-сін бердім, 40-ын бердім, жылын бердім, болдым да дейді. Сол жерде ас беріңіздер деп жатқан жоқпын. Шариаттың айтатыны әр намаздан кейін дұға қыл дейді. Намаздан кейін дұға қабыл болады, сөзсіз. Сұра атаңның кешірім сұра Алладан, күнәсін кешірсін, сауабын өзіне жолдас етсін. Алладан кешірім сұра да олардың атынан. Міне әруақта разы бол деген осындай мағына деп түсініңіздер. Әруақ разы болмай тірі байымайды деп айтқан сондай мағына деп түсініңдер. Әруақтың разы болатыны сол атаңның туыстарымен араласпай қойсаң, олар наразы болады сенен. Мысалы, әкеңнің ағасы бар, тірі әлі, немесе туыстары бар, немесе анаңның туыстары бар, немесе олардың достары бар, араласқан достары бар. Сенің перзенттік міндетің солармен араласу, қызметінде болу, атанаң үшін. Сол кезде әруақ разы болады деген осындай мағынада дейді. Енді жаңа бауырым айтып тұрғандай, оны жаңағыдай басына барып, соған бұла арнайы сапар шегудің қажеті жоқ. Енді жол жөнекей, мысалы мына Түркістаннан өтіп бара жатқан болсаңыздар, жол жөнекей, әлде қаншама хан бабаларымыз жатыр. Ізет құрмет болсын, балаларына көрсетейін, Құран оқып, соны әдебін түсіндірейін деп кірсеңіздер болады. Бірақ кіріп алып, анеге бірдеңе үстіңізге жағып, бірдеңе сұрап кетпеңіздер, оның бәрі ширк болады. Шүберек байлап анеге, тағы бірдеңе қылатындар бар. Оның бәрі дұрыс емес шариғатта. Сұрау Аллаға, бірақ олардан тек қана Алланың атынан не сұраймыз? Кешірім ғана сұраймыз. Сол дұрыс түсінуге шақырам. Әруақты бұл жерде жаңағыдай не? Аяқ асты қыл деп жатқан сөз жоқ. Әруақты құрметтейік. Олардың әдебін, құрметін орнына қояйық. Орнына қойып жатқан не? Жаңағыдай шариғат бойынша болсын. Әркім ойына келген нәрсе істей бермеңіздер. Оларды тыныш орнына қойыңыздар. Ал арнайы буынып түйініп отырады ешкім. Арнайы буынып түйініп барға болатын 3-ақ жерді Расулаллах бізге ескертті. 3 жерге арнайы чемодан жинап барсаң болады деді. Ол қайда ол? Кағбаны айтты. Меккедегі. 100 000 ракағат сауап аласың деді. Кірдің 2 ракағат оқыдың. 100 000. Ол 100 000 ракағат сауап алу үшін мына жақтан сенің 13 жыл уақытың кетеді екен. Соған жету үшін 13 жыл. Екіншісі Мединені айтты Расулаллах. Менің мешітім деді. Өрде 1000 сауап аласың деді. 1000. Үшіншісі Палестинадағы Ақса мешіті айтты. 500 сауап аласың деді. Арнайы буынып, түйініп, шығатын 3-ақ жерді айтты пайғамбар алейхиссалам. Енді жаңа айтылғанда Бекет ата енді атамыз енді Алла рахматын алсын, анау Маңғыстаудың ар жағында Жаңаөзеннен арыға тағы қанша шақырым Құдайға өткенде бір нақты өте сондай алыс жерде. Сен соған бұла не істейсің барып? Бекет атаға дәл осы жерде Құранды оқи бер. Шынымен жаның ашып тұрса, ол кісіге дәл осы жерде жүріп садақаң жасай бер. Дәл осы жерде Алладан кешірімді сұрай бер. Дәл соның басына бару деген бауырлар не жоқ? Прям басына бару міндет емес. А бірақ осы жақын жердегі зираттарға барып тұруға шариғатымыз кеңес береді. Расулаллах айтады. Мен сіздерге әуелгі уақытта бейітке барудан тыйым салған едім дейді хадисте. Өйткені мынау ислам дініне келгенге шейін арабтарда сондай үрдіс болды, жаңағыдай бейіттерге барып, әруақтарға табынып, сондай сұрау бір ширктер болған. Кейін Расулаллах ислам дініне түсіндіріп, оны тиіп тастады, бейітке жоламаңдар деді. Қашан адамдарға ақида орныққанға дейін, кейін сахабалары ақиданы түсініп, Аллаға ғана құлшылық қор екенін түсінгеннен кейін Расулаллах айтты, енді бейітке барыңдар деді. Бейітке барып тұрыңдар деді. Бейіт сіздерді қияметті еске салатын орын деді. Демек ана бауырымызға жауап сол болды. Бейітке барайық. Түркістанда ол бейіт. Кез келген бейітке кіретімізді кір. Бірақ қандай мақсатпен? Қияметті есіме алам мен қазір. Ғибрат алам осы жерден. Деп, тәубаңа келіп, ғибрат алатын бейітке айналдыру керек те. Кез келген бейітті. Бірақ ол бейітті неге айналдырмаңыздар? Құлшылық жасайтын мешітке айналдырып жібермеңіздер. Оның бәрі ширк болады. Күнә оның бәрі. Қасықтап жинаған сауабымызды шелектеп төкпейік бауырлар. Құранда ашық аят бар. Алла айтады, бүткіл күнәларыңды кешіремін дейді. Илля ширк.
кім маған серік қосса ренжіме кешірмеймін дейді. Бұл ең үлкен Аллаға жасаған сенің опасыздығың Аллаға серік қосуың дейді.